Өмір тоқтаған жоқ қой. Саламатсыздар ма? Соңғы кездері біздің әлеуметтік желілерге өте көптеген сауалдар келіп түсіп жатыр. Солардың ішіндегі ең өзектісі 50 жастан кейін жұмыс таба алмай күйзеліске түскен адамдар не істейміз, қайда барамыз деген сұрақ қояды. Алматы қалалық психикалық сауықтыру орталығының директоры Сапар Ахметшиевпен сұхбаттасуға келдім. 50 жастан асқаннан кейін еңбекке жарамсыз емес, бірақ жұмыс таба алмай жүрген адам көп. Көбіне күйзеліске түсеміз дейді. Бұндай жағдайда не істеу керек, қайда бару керек? Жұмыс берушілер өздеріне жас мамандарды таңдаған дұрыс көреді. Неге? Өйткені біріншіден олар аурушаң болмайды, тез қозғалады, берген тапсырманы тез орындайды. Сосын оның қабілеті жақсы. Енді қазір өзіңіз білесіз, мынау компьютермен жақсы жұмыс жасай білу керек. Қазіргі заманға сай болу керек та мамандар. 50-ден кейін кісілер бір коллективте үйреніп қалады да жұмыс істеп, басқа коллективтерді таңдағысы келмейді. Бұл мәселе бұрыннан бар тұғын. Кейбір жұмыс берушілер бар, олар керісінше осындай тәжірибесі бар адамдарды іздейді. Бірақ енді әрине ондай жұмыс берушілер ондайлар аз. Бір мезетте жұмыстан айырылып қалып, жұмыс таба алмай қалу бұл үлкен күйзеліске алып келеді. Неге? Өйткені біріншіден мына адамның организмде гормоналдық өзгерістерге алып келуі мүмкін. Біріншіден, екіншіден күйзелістің кесірінен бұлардың жаңағы мінез құлқы өзгеріп кетеді. Ашушаң болады, сіркесі су көтермейді, түнгі ұйқысы бұзылады деген сияқты. Сондай өмір тоқтаған жоқ қой. Мысалы, бір жер алмаса, міндетті түрде екінші жер, болмаса үшінші жер алады. Бұл мәселеде тұрып қала берудің керегі жоқ. Көбісі біздікілер тұрып сол қиялдан, сол ойдан шыға алмай қалады. Сондықтан, егер одан шыға білсек, ол қиялға беріле бермей, басқа ашық жолдарды іздей бастасақ, оның шешімі міндетті түрде табылады. Күйзеліске түскендер олар ешкіммен бөліскісі келмейді, ешкіммен сөйлескісі келмейді, жаңа өзімен өзі тамнан шықпайды, сол өзінің әлемінде жата беруге тырысады. Ол дұрыс емес, ол шын мәнісінде оны ішіндегі мәселені шығару керек, бөлісу керек, айту керек. Оқшауланып, өмірден түңіліп, көңілі жабырқап жүрген адамдарға қандай кеңес бересіз? Олар біріншіден бұны соза берудің керегі жоқ. Бірінші, екіншіден өмір тоқтап қалған жоқ. Өмір әрі жалғасылады. Сондықтан мынадан айырылу үшін мамандарға келу керек қой. Мен тағы да айтам, 376 56 60 сенім телефонына хабарласын, ол жерде психолог мамандар тегін кеңес береді. Қалай шығу керек, не істеу керек екен, бағыттарын көрсетеді. Сондықтан осындай көмектерге жүгінуіміз керек. Мен айтып отырмын ғой, жаңағы осындай күйзелістің кесірінен өзіне қол көтергісі келді, жаңағы өлгісі келді. Кейін біздің мамандарға келгеннен кейін барып, соны шыққаннан кейін айтады, мен осыған бола өлгім келді ма дейді. Бұның шешімі өте көп екен ғой дейді. Күйзелістің бір жаман жері сол өзінің ішінен шыға алмай қалады. Біздің мақсатымыз оларды ішінен шығарып, сырттағы айналаға көзін ашып қарауға үйретеміз. Яғни, құрметті көрермендер, егер 40 жастан асып жұмыссыз қалсаңыз, сіз не істейсіз? Тәжірибеңізбен бізбен бөлісіңіздер, міндетті түрде пікірлеріңізді жазыңыздар, бізге лайк басыңыздар.